Біздің журналисттерден жауап алу өте қиын екен. Әкімдерден бесбетер болып тұр. Негізі жауап қайтару 1-ақ минут қой. Кешіріңіз, мен бұл іске араласпаймын. Өйткені менің личный интересім бар десе де мен түсінетін едім да. Алдында бір елдің сүйіктісі болып жүрген осындай бір баламыз бар еді. Қазір Тазша бала деген атқа қалып отыр. Сұрақ қойсаң 40 өтірігін айтып, былай өтіп кетеді. Руслан мырзаны айтам, журналист болып бір жауапқа зар қылып отыр. Ертең Тазша баланың артынан бір жарып шығып депутат болса, ойбой, жәніне жолай алмай қалатын шығармыз. Негізі шын мәнінде кімнің кім екенін білетін кез келген секілді. Өйткені біз халық болып соларды өзіміз көтеріп жатырмыз. Осыдан кейін сіздерге айтып кететінім, халқым деп жүрген талай адамды көрдік қой, депутат болғаннан кейін не істеп кеткенін. Ендігіде ондайға жол бермеу керек. Сол үшін қазірден бастап кім шын әділ жолда жүргенін біліп отыруымыз керек. Осы ауқымды мәселені қолға алып жарып шығатын бір журналист бар ма екен? Қорықпайтын, әділдікті жаны сүйетін, шындықты білу үшін түбіне шейін баратын журналист бар ма екен? Бар болса, осы рилстің астына белгілеп кетсеңіздер. Мен ақпараттың барлығын беруге дайынмын. Мен шығарып жүрген ақпараттар ол әшейін 1% ғана. Мен айтам да, Аллаға шүкір, біздің әділдікті жүрегі сүйетін, көкірегі ояу, тілі өте өткір журналистеріміз өте көп. Соның бірде бірегейі Гүлмира Әбіқай. 165 миллион теңге, ол сол кездегі 20-25 адам жұмыс істейді. Келесі ел алдына жүрген алпауыт қайырымдылық қор қарекет, бірақ ресми сайтта есеп қаржыға қатысты еш дерек көрсетілмеген. Жалпы сансыз көп қордың арасынан заңды тіркелгендер аз. Заң неге мұндай олқылықтарды жіберіп қойды деген. Ой, кезінде Ильясты да Асаруменің директорында отырғызып қойып, қалай сұрақтың астына алды. Қорққаннан олар айлық табысын, есеп қисабын айтып, ақталып әлек болды. Ильяс болса қай өтірігін айтарын білмей, біраз сандырақтап азапқа түсті. Ауру жандарға ақша аудару деген. Ал енді арада 3 жылдан бері пәтер алмай жүргендер, сіздер бердік деп қолына ұстатып, бірақ 1 жылдан бері, 6 айдан бері. Сол кезде Гүлмира әпкемізге әй жарайсың, бәрекелді қазақтың қызы деп едім. Бірақ сол бағдарламаға мысал ретінде мені қараңдар, менің құрбым есеп қисапты күшті береді, істеп жүрген жұмысы адал, мені халқым осындай болу керек деп тарс еткізіп Ырысбала Екранбай қорының есеп қисабын көрсетіп жүргенде тіпті керемет болар еді. Не болмаса деймін да, бағдарлама деген жан-жақты болу керек, е? Енді қордың жаман жақтарын көрсетіп жатсыңдар, қордың жақсы жағы міне Ырысбала Екранбай деп. Сол сұрақтардың бәрін Ырысбала Екранбайға қойып, айлығың неше, есеп қисабың қандай, қай жерге қанша ақша төлеп жатсың, 1 жылдық табыстарың қандай болды, қандай самолетпен ұшып жүрсің, үйді қаншаға алдың, қалған ақшаны келесі жылға қалдырдың ба, әлде өз қалтаңа салдың ба деп, осындай өткір сұрақтарды қойғанда тіпті керемет болар еді. Енді биылғы жыл өте қызық жыл болып жатыр. Депутаттар да, журналистер де, барлығына не болған деймін да. Халықтың сүйікті шай Мединадан тамаша сүйінші жаңалық. Бұл жолы тек қана шай ішіп қоймайсыз, достар, шындығында мына артында тұрған көлік те, пәтер де сіздікі. Қалай дейсіз ғой, шындығында 10 көлік. Енді мына кісінің мына тірлігі дұрыс па, бұрыс па, өздеріңіз жауабын беріңіздер. Біз барлығымыз қоғам болып, халық болып, блогерлермен алысып, машина ойнатып, елді азғырмаңдар деп жатсақ, бұл кісі блогер аздай шайдың рекламасын жасап, машинаны ұтысқа қойыпты. Соған қарағанда журналистердің айлықтары азайып қалған ба? Айтпақшы, осы шайдың бағасы қанша теңге? Бізде Қазақстанда магазиндерде шай жоқ па? Мен айтам да, Аллаға шүкір, біздің әділдікті жүрегі сүйетін, көкірегі ояу, тілі өте өткір журналистеріміз өте көп. Соның бірде бірегейі Гүлмира Әбіқай. 165 миллион теңге, ол сол кездегі 20-25 адам жұмыс істейді. Келесі ел алдына жүрген алпауыт қайырымдылық қор қарекет, бірақ ресми сайтта есеп қаржыға қатысты еш дерек көрсетілмеген. Жалпы сансыз көп қордың арасынан заңды тіркелгендер аз. Заң неге мұндай олқылықтарды жіберіп қойды деген. Ой, кезінде Ильясты да Асаруменің директорында отырғызып қойып, қалай сұрақтың астына алды. Қорққаннан олар айлық табысын, есеп қисабын айтып, ақталып әлек болды. Ильяс болса қай өтірігін айтарын білмей, біраз сандырақтап азапқа түсті. Ауру жандарға ақша аудару деген. Ал енді арада 3 жылдан бері пәтер алмай жүргендер, сіздер бердік деп
қолын ұстатып, бірақ 1 жылдан бері, 6 айдан бері сол кезде Гүлмира әпкемізге әй жарайсың бәрекелді қазақтың қызы деп едім. Бірақ сол бағдарламаға мысал ретінде міне қараңдар менің құрбым есеп қисапты күшті береді, істеп жүрген жұмысы адал, міне халқым осындай болу керек деп тарс еткізіп Ырысбала Экранбай қорының есеп қисабын көрсетіп жүргенде тіпті керемет болар еді, не болмаса деймін да, бағдарлама деген жан жақты болу керек, Енді қордың жаман жақтарын көрсетіп жатсыңдар, қордың жақсы жағы міне Ырысбала Экранбай деп. Сол сұрақтардың бәрін Ырысбала Экранбайға қойып, айлығың неше, есеп қисабың қандай, қай жерге қанша ақша төлеп жатсың, 1 жылдық табыстарың қандай болды, қандай самолетпен ұшып жүрсің, үйді қаншаға алдың, қалған ақшаны келесі жылға қалдырдың ба, әлде өз қалтаңа салдың ба деп, осындай өткір сұрақтарды қойғанда тіпті керемет болар еді. Енді биылғы жыл өте қызық жыл болып жатыр. Депутаттар да, журналистер де, барлығына не болған деймін да. халықтың сүйікті шай Мединадан тамаша сүйінші жаңалық. Бұл жолы тек қана шай ішіп қоймайсыз, достар, шындығында мына артында тұрған көлік те, пәтер де сіздікі. Қалай дейсіз ғой, шындығында 10 көлік. Енді мына кісінің мына тірлігі дұрыс па, бұрыс па, өздеріңіз жауабын беріңіздер. Біз барлығымыз қоғам болып, халық болып, блогерлермен алысып, машина ойнатып, елді азғырмаңдар деп жатсақ, бұл кісі блогер аздай шайдың рекламасын жасап, машинаны ұтысқа қойыпты. Соған қарағанда журналистердің айлықтары азайып қалған ба? Айтпақшы, осы шайдың бағасы қанша теңге? Бізде Қазақстанда магазиндерде шай жоқ па?